Қазақстан Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов. Қадірменді көрермен, студия қонағына әдеттегідей сауалдарыңызды қойып, жауап алуларыңызға болады. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Наурызбай Сейтқалиұлы, студиямыз қош келдіңіз. Тегінде кез келген адамға, азаматқа ел сеніміне ие болудан артық үлкен мәртебе жоқ қой деп ойлаймын өз басым. Мынау былтыр облыстық мәслихаттың 6-шы шақырылымында өзіңіз халық сізге сенім артып, өзіңізді депутат етіп сайлады. Депутаттардың сенімінен шығып, осы 6-шы шақырылымда хатшылыққа сайландыңыз. Міне, бұның бәрі енді үлкен жауапкершілік, сенім. Енді бүгін өзіңізден осы орайда өкілді орган, жергілікті мәслихатқа артылған мақсат міндеттер туралы бір саралап өтсек деймін. Жергілікті мәслихаттардың құрылып жұмыс істей бастағанына да биыл 23 жыл. Осы әр кезеңнің енді қарап отырсақ, өзіндік бір салмағы бар ғой. Депутаттарға артылатын міндет, жауапкершіліктің жүгі де әртүрлі болады. Бір осы жергілікті мәслихаттың мынау тарихи өсу, даму кезеңдеріне бір кішкене шолу жасай отырып, бүгінгі алдағы мақсат міндеттерді бір айтып өтсеңіз алдымен. Рахмет. Жалпы Қазақстанның өзінің тәуелсіздік туралы декларациясын және одан кейінгі қабылдаған алғашқы конституциясында да, 95 жылғы 2-ші конституцияда да Қазақстан өзінің демократиялы, зайырлы мемлекет ретінде құратындығын, құқықтық мемлекет ретінде құратындығын нақтылап жариялады. Соның ішінде демократиялық бұл халық билігі деген мазмұнды тікелей береді. Яғни халық мемлекетті басқаруға, басқару жүйесіне тікелей қатыса алады деген. Соның бір көрінісі жергілікті мемлекеттік басқару жүйесіне келетін болсақ, Қазақстан Республикасының Конституциясының 85-ші бабы бойынша екі өкілді және жергілікті атқарушы билік осы жұмысты іске асырады. Яғни осы жергілікті мемлекеттік басқаруды сол жердің жай-күйіне жауапты ретінде өкілді билік бұл мәслихат және атқарушы билік акимат болып белгіленген. Біздің тәуелсіз Қазақстанның алғашқы мәслихаттардың сайлауы бұл 1994 жылы 7 наурызда өтті. Ол кезде 93 жылғы заң бойынша бұл өкілді билік жергілікті жердегі мәслихат депутаттар жиналысы деп аталады. Кейін депутаттар жиналысы дегенді алып тастады, мәслихаттар қалды. Яғни алғашқы сайлауымыз мәслихаттар депутат жиналысы деп өтті. Онда 35 округ. Негізгі функциялар қалды бірақ. Қалды, бірақ кейін мәслихат деген түсінікті болды. Сондықтан 20-35 сайлау округі бойынша ол кезде сайлау өткен болатын. Негізгі мақсаты жалпы жергілікті жерде халықтың өзін-өзін басқару және жергілікті мемлекеттік басқару жүйесіне әрбір кәмелетке толған азаматтың тікелей атсалысу құқығын сақтау. Яғни бүгінгі дейін осы функцияны мәслихаттар атқарып келе жатыр. Әр мәслихаттың 6 сайлау өткен кезде сол кездегі сайлау кезіндегі мәслихат депутаттығына кандидаттардың сайлау алды бағдарламасын қарасақ, еліміздің даму деңгейін көруге болады. Мысалы 94 жылдары депутаттардың көбінің сайлау мен тарихқа өңіліп қарасақ, оларда жарықты уақытымен бергізу, мысалға жалақыны, зейнетақыны, шәкіртақыны уақытына жаңа жеткізу деген сияқты мәселелер қаралған. Одан кейінгі сайлау кезіндегі депутаттарды қарасақ, олар енді жол мәселесі, сосын мынау көп қабатты үйлердің жаңағы кәріз мәселесі, коммуналдық мәселелерді соны жүйеге келтіру сияқты бүгінгі таңда негізінен шешілген мәселелер. Ал бүгінгі таңда осы 6-шы сайланған мәслихаттардың сайлау алдында өздеріңіз білесіздер, жалпы әлемдік экономика дағдарыс мәселесі басталып, соған қарсы әр мемлекет өзінің дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспарларын жасады ғой. Соның қатарында біздің елімізде бар, және ол жергілікті жерде де сондай іс-қимыл жоспарлар жасалды. Бүгінгі таңдағы мәслихат депутаттарының осы жергілікті атқарушы билікпен бірлесе отырып, осы әлемдік дағдарыстың
қарсы іс-әрекеттердің нәтижелі жүйелі іске асырылуына жергілікті жерде жұмыс жасап отыр. Және еліміздің, өңіріміздің, сыр өңірінің экономикалық әлеуметтік дамуының алда қойған жоспарларында жүзеге асыру мақсаты осы мәслихат негізгі мақсат болып саналады. Мәслихаттың жалпы негізгі мәселесі ол бюджетті бекіту және бюджетті орындалу есептерін бекіту. Одан да басқа мәселелердің барлығы қаралады, бірақ негізінен бюджет осы мәслихаттың бекіткеннен кейін барып заң жүзінде іске аса бастайды. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі таңда кейбір кезде бізге сұрақ қояды, осы депутаттардың жұмысы көрінбейді басқа деп. Ол бұрынғы осыған дейін екінші, үшінші сайлау кезінде шынында да біздің депутаттардың жаңағы проблемаларының қоюы былай қарасақ бір өткір сондай бір демократиялық сияқты болатын. Ал қазір оның барлығын ол халықтың алдында нақты бір пиар жасамай-ақ, оның барлығы келісілген түрде жұмыс топтарының ұйымдасып, ақылдасып шешуіне болуына байланысты бұны өз ретімен заңның аясында шешу мүмкіндігі туды. Негізі депутаттардың алдында қазір енді сөзіңізге қарасақ, бүгінгіде кешегідей емес, коммуналдық мәселелер деген артта қалып, глобалды мәселелерді талқылау тұр дейсіз ғой. Негізінен енді мәслихат депутаттары билік пен халық арасындағы дәнекер, алтын көпір, байланыстырушы, елдің талап тілегін сол билікке жеткізуші деп деуге болады ғой. Енді осы ретте мәселен жаңа әлгінде айтып отырсыз, дегенмен мынау әлеуметтік мәселелер әлі де болса қордаланған, әлі де шешімін таппай келе жатқан мәселелер тұр. Бірақ енді осы мәселелердің ішінде өткен жылы негізінен сіздер қандай ауқымды мәселелердің шешімін табуына бір мұрындық болдыңыздар? Өткен жылды қалай қорытындылады мәслихат? Осыған бір тереңірек тоқталсаңыз. Жалпы былтырғы жылы 16 жылы 24 наурызда сайлау қорытындысы бойынша облыстық мәслихаттың алғашқы сессиясында осы мәслихаттың жұмыс жоспары, хатшысы және 4 жұмысшы тұрақты комиссиясы құрылды. Сөйтіп, олардың бір жыл бойында қаралатын алдағы қойған мақсаттары анықталды, сол бағытта жұмыстар жасалды. Енді былтырғы жылды есептейтін болсақ, мәслихат депутаттарының жұмысының жемісті болды деп айта алатын себебі мынанда. Алғашқы сессияда кейін барлық облыстық мәслихатқа сайланған депутаттардың сайлау алдында берген жаңа халықтың арасында кездескенде берген ұсыныстары, сосын жалпы сайлаушылардың тапсырмалары, соның барлығы жинақталды. Жинақталып, облыс әкімдігімен, бұны облыс әкімі Қырымбек Елеуович жақсы қолдады. Сөйтіп, арнайы іс-шара жоспары жасалды. Сөйтіп, бұл іс-шара жоспары облыс мәслихат депутаттары, яғни Нұр Отан партиясының филиалында фракция отырысында облыс әкімінің қатысуымен және облыстық барлық салалық мемлекеттік мекемелердің басшылары, өкілдерінің қатысуымен талқыланды, іс-шара жоспары бекітілді. Сөйтіп, бұл облыс әкімінің, облыстық мәслихаттың және Нұр Отан партиясының бақылауына қойылды. Бұл 214 пункттен тұрады. Бұның бар жүйеленді, енді қайталанатын мәселелер көп. Енді көбіне елді мекендерде жол мәселесі, жөндеу мәселелері сияқты, балабақша, мектеп жөндеу мәселелері, әлеуметтік саладағы басқа да мәселелерге байланысты ұсыныстардың бәрі жүйеленіп, 214 пункттен тұратын іс-шара жоспары жасалды да, бұның көп пункті облыс әкімінің өзінің жылда жариялайтын іс-қимыл жоспарына енді. Сондықтан бұның атқарылуына уже облыстық барлық мекемелер мүдделі болып тұр. Өйткені облыс әкімінің халық алдында жариялаған іс-қимыл жоспары негізі осы депутаттардың ұсыныстары және басқа да зерделеумен сарапталудан тұрған проблемалардан құралған. Былтыр облыс әкімі биыл ақпан айында өзінің есебін берген кезде барлық жоспарланған іс-қимыл жоспарының 2 пункттен басқасы орындалғанын айтты. 2 пункті ол ұзақ мерзімде орындалатын. Біреу Сарат жобасына байланысты, екінші дағы құрылысқа байланысты. Сондықтан сайлаушылар тарапынан депутаттарға ұсынылған, айтылған ұсыныс пікірлердің барлығы сарапталып отырып, орындалуы қазір көз алдымызда жүріп отыр, қарап отырамыз. Сонымен бірге
ол жоспарда. Наурызбай Сейтқалиұлы, осы жерде әңгімеңізді бұзайыншы шамалы. Мынау жалпы халықтың арасында расында да бір әңгіме бар. Осы біз депутаттарды сайлауалды бағдарламаларын біз қараймыз, депутатты сайлау алдында халыққа үйіп төгіп уәде береді. Бірақ сайланған соң ол уәделері қаншалықты орындалады, одан бейхабармыз деген әңгімелер бар. Бірақ енді сөзіңізге сенсек, қазір ол жаңа Нұр Отан партиясының және облыс әкімінің өзінің нақты қадағалауы арқылы бұл бірлескен облыс бәрі бір мүдде ғой. Енді соның 214 шараның былтыр 5-тен бірі алғаш жыл орындалды. Сосын мынандай мәселе, бұл жоспар. Бұл енді депутат сайланғанына 4 жылдың ішінде атқарылуға тиіс. Мысалға бізде қойылған мәселелер 3 топқа бөлінді. Сараптай отырып, ол осы жақын арада, тез арада орындалатын нәрсе, жақын арада ұзақ мерзімде орындалатын 3-ке бөлдік. Ал биыл мысалға тез арада орындалатын қатарында, мысалға 12 апаттық мектеп алғаш қойып, барлық депутаттар қолдады, бірінші кезекте орындалу керек. Сөйтіп, оның ақшасы былтыр біршама шешіліп, ішінара жұмысы басталды. Биыл кешегі бюджетті бекіткенде, желтоқсан айында ол толығымен ақшасы қолдау тапты. Енді тапсырма болып отыр. Құдай қаласа, ол 12 мектепте де биылғы жаңа оқу жылын жаңа оқу ғимаратында бастайды. Міне осындай жүйеленген деген ол белгілі отырады. А бұның барлығын біздің депутаттар өз кезегінде сайлаушылармен кездесулерде айтып отырады. Не болмаса жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында ол жарияланып отыр. Ал енді көптеген сайлаушылардың өзінің жеке мәселесіне байланысты сұрақтар болады. Ол мысалға айтады, әлеуметтік жағдайына байланысты болуы мүмкін. Маған мысалға көп балалы осында ата-анам маған көп қабатты үйден салынып жатқан үйде маған үй алып бер дейді. Ол заң бар, оны әкім де бұза алмайды, оны заң ортақ, президентке де ортақ. Сондықтан олар айтады, депутат қылып сайлағанда маған осыншама балам отыр, мен үй ала алмаймын дейді. Оның өзінің кезегімен, тәртібімен алады. Біз оны түсіндіреміз. Соған сондай мысанаға қанағаттанушылық тудырмайтын кісілер бар. Мысалы, кезексіз жер алып бер дейді, үй салам дейді. Мысалы, оның барлығын бір адамның айтқанын орындаймыз деп, біз екінші адамның құқығын бұза алмаймыз ғой. Міне осыған байланысты жаңағындай әңгімелер туады. Ал негізінен қоғамның ортақ мүдделеріне байланысты мәселелердің барлығы ол атқарушы биліктің де, өкілді биліктің де тікелей назарында. Өйткені енді оның бары айналып келгенде бір жағынан қаржыға да байланысты. Өздеріңіз білесіздер, соңғы кездегі мынау мұнай газ өнімдерінің бағасының төмендеуі мысалға бірінші сыр өңіріне үлкен әсерін тигізіп отыр. Өйткені Қызылордада өндірілетін мұнайдың 70%-ы жылдағына 70% кем өндіріліп отыр. Екінші жағынан, облыс әкімінің айтуы бойынша, бұл бір жағынан енді ешкім өз елін жамандық ойламайды ғой дейді. Бірақ екінші жағынан біз экономиканы әртараптандыруға осы үлкен бастау болып тұр. Халықта соған ыңғайланып, өзінің шағын орта кәсіпке тікелей араласуына, табыстың өзге де көздерін іздеуге мүмкіндік туып тұр. Енді бүгін таңдағы жалпы сараптау бойынша, біз өндіруші экономика жөнінде қазір Қызылорда облысы алдын қатар республикада келе жатыр. Бұрын біз деген дайын өнім өндіретіне қойын. Қазір пайдаланатынбыз, қазір енді өнім өндіру мәселесі жөнінде. Мемлекеттік бағдарламалардың аясында қазір. Енді қараңыз, 2012 жылы өзіңіз білесіз, жалпы Қызылорданың экономика әлеуметтік даму деңгейінен біз 16 өңірдің соңғы қатарында болсақ, бүгін таңда алғаш 5-ке еніп отырмыз. Және әлеуметтік мәселе, негізінен енді әлеуметтік мәселелер жөнінде Қызылорда облысы басқа өңірлермен салыстырғанда ең қаржы бөліп отырған облыс әлеуметтік мәселелерге. Бұның барлығы ол халыққа ортақ дүниеге жұмсалатын жағдайлар. Ал енді жаңағындай жекелеген мүддеге келгенде заңның немесе жаңағы оны реттейтін басқа да норматив құжаттарға сәйкес келмейтіндігін, оның рұқсат етілмейтіндігіне байланысты, орындалмайтын мәселелерге байланысты пікірлер болады. Жекелеген мүддеге қатысты. Жалпы мынау депутат өзінің сайлаушыларының бір талап тілегін орындауға уәде беріп жатады, және оны уәде беру үшін үкіметтің қаржысынан емес, жеке қалтасынан да
бір суырып беріп, бір сол мәселені шешуге атсалып жатқан депутаттар бар ма нақты кезеңде? Жалпы енді әр депутат өзі сайланғаннан кейін шынында да өзінің сайлаушының алдында үлкен жауапкершілікпен жүреді. Былайша айтқанда ішкі дүниесінде оның сол өзіне сенім артқан жұртшылықтың алдында үлкен жауапкершілігін сезінгендіктен болу керек. Олар бір жағынан сол мүдделерді мемлекеттік құжаттар арқылы, мемлекеттік жаңағы бағдарламалар арқылы іске асырса, екінші жағынан өзінің мүмкіндігіне қарай шешіп берген жағдайлар көп. Мысалға біз былтырғы депутаттардың осындай жеке шараларына анализ жүргізіп едік. Енді көп депутаттар айтады, сыпайылап. Біз енді ондай бір қайырымдылыққа немесе көмек бергеніміздің барлығын былай шын айтқанда құдайшылық үшін жасаймыз ғой, өзіміз үшін жауапкершілік жасаймыз. Оның қаншалықты сіздерге ақпарат берудің қажеттілігі бар дейді, бірақ сонда да біз оның қажеттілігін біліп отыру үшін деп, соның өзінде мысалы ақшалай былтыр 18,5 миллиондай ақша депутаттар тарапынан. Дегенмен өзгелерге үлгі болу үшін де айтуымыз керек шығар. Енді оны барлық жерде әр сайлау округінде өзінің сайлаушылар жақсы біледі. Мысалға міндетті түрде қатысып жүрген акциялар бар. Мысалға балалардың қорғау, балалардың құқығын қорғау, одан кейін мектепке акция, кешегі тәуелсіздіктің 25 жылдығына қарсы қайырымдылық, кешегі Наурыз шапағаты сияқты үлкен акциялардың барлығында осы депутаттар өздерінің сайлаушыларына өз қолдарынан келгенше көмегін жасайды. Бұл ақшалай ғана. Екінші жағынан оның азық-түліктен көмек беріп жатқаны, немесе басқадай үйінің құрылысына, немесе оның жөндеуіне, басқа мысалы жағдайларда оның бәрін олар енді былайша айтқанда көп есепке алмайды, бірақ өзінің міндетім деп санайды, ойлайды, сондықтан қолынан келгенше атқарып жасайды. Ал енді екінің бірінде ондай мүмкін қаржы болмас, бірақ адам айтқанда ішкі жауапкершілігін қай кезде де ұмытады деп ойламаймын. Өйткені депутаттарға бір жағынан біз мынаны айтқанбыз, кездесулерге барады олар, жиі барады. Сондықтан бостан босқа уәде беруге болмайды. Өйткені ол заң не позволяет. Өйткені ол тек сізге ғана қатысты дүниелер болмауы мүмкін. Ал жеке басыңызға байланысты, жеке өзің шешетін мүмкіндіктерге байланысты болса, уәде берсеңіз, онда уәденің алдында ол өзінің ар-ұятыңызбен жауап бересіз деп түсіндіріп айтамыз. Сондықтан қазір бұл аспаннан алып уәде беру мәселесі тыйылған. Бірақ енді көбіне айтқан ұсыныстардың барлығын айтады, біз қолымнан келгенше көмектесеміз, бюджеттен қарау тырысамыз деп. Ал енді біздің ұсыныстардың барлығын айтқанда облыс әкімі жылына 2 рет облысты аралап жүр ғой, ол да тікелей біледі. Сондықтан бүгін шешілмеген нәрсе келешілік шешілетінін, одан кейін ұзақ мерзімде шешілетінін біз білеміз. Бірақ шамалы уақыт керек. Қаржы жетіспеу мәселесі бар. Өйткені қазақ айтады, көрпенен қарай көсіл деп. Жалпы бүгінде енді бар тірліктің осы қаржыға келіп тірелетіні расында да белгілі. Енді осы ретте облыс бюджет жайлы. Осы мәслихат депутаттары жергілікті бюджеттің нысаналы мақсатты түрде жұмсалуы, оның сапалы орындалуы, жаңа әлгінде айтқанда тиімді жұмсалуын барлығын қадағалауда ұстап отыруға міндеттісіздер. Енді осы ретте бір бюджетті талқыға салатын сессияда депутаттар қаншалықты өздері белсенділік танытады? Осыған да мысалға мен бірінші өткен жылдың бюджетін айтып кетейін, сосын биыл жылы қалай жоспарланғанын айтайық. Былтыр жылдың басында 16 жылғы бюджет 15 жылдың декабрь айында бекітілген. Яғни 151 миллиард болып бекітілген болатын. Ал жылдың көлеміндегі табыс көлемінің ұлғаюына байланысты былтыр 7 рет облыстық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар жасалды. Соның есебінен 151 миллиард теңге ақша жылдың аяғында 207 миллиардқа жетті. Яғни 38,8%-ға өсті. Оның өсуі біздің көптеген жаңа бағдарламалардың іске асуына мүмкіндік жасайды. Ал енді бюджетті қалыптастыру кезіндегі депутаттардың рөлі қандай? Мысалға, біз декабрь, желтоқсан айында бюджетті бекітетін болсақ, біз өзі қыркүйек айынан бастап арнайы жұмыс топтарын құрамыз. Ол жұмыс топтары аудандарда кездесу өтеді, қоғамдық қабылдау жасайды. Содан кейін бізде арнайы тұрақты комиссия бар, экономикасы бюджетке байланысты. Оны белгілі маман Рихан Құсайынына төрағалық етеді. Ол кісі көп жылдар осы бюджет жоспарлау мекемесінде, соның басқармасында көп жыл тәжірибелі кісі. Сол комиссияда депутаттардың барлығы қатысады. Соған барлық басқарманың басшылары өздерінің жұмысшы топтарымен келіп бюджетті қорғайды. Әр сала бойынша.
арнайы бір айдай уақыт кетеді оған, күндер кестесі бар. Сонда оларға жасалған ұсыныстар және депутаттардың ұсыныстарының барлығы сон неде отырыста қаралады. Мысалы, жолға байланысты болған кезде, жолға байланысты басқарма келген кезде депутаттардың барлық ұсыныстары, олардың өздерінің алып келген ұсыныстарын барлығы ортаға салынады. Өте қажетті бүгінгі таңда шешу керек мәселелер бар, бюджеттің мүмкіндігіне қарай енгізіледі. Мысалға, биыл 114-дей ұсыныс берілген екен депутаттар тарапынан бюджеттік комиссияға. Соның 60%-ы бюджетке жоспарлы түрде енді. Бұл міндетті түрде, жоспарлы түрде. Яғни 5-2 миллиард көлемінде ұсыныс жоспарлы түрде еніп отыр, ал 40% арман қарай. Оның кейбір ұзақ мерзімге де байланысты. Кейбіреу мына ертең өзгерістер болып, қосымша табыс, салық көзі көбейіп, ақша түсіп жатқан жағдайда қалған ұсыныстарды да жылдың көлемінде орындау мүмкіндігіне қарап орындап жібереміз. Ал бүгінгі таңда 60% орындалып отыр. Яғни бұл жерде шын айтқанда талас болатын рас. Енді әр депутат шын айтқанда өзінің сайлаушыларының алдында былайынша айтқанда жұмысын біткенін жақсы көреді ғой. Сол жерде үлкен талас болады. Оған біз арнайы мамандар шақырып, кейбір мәселелерді кейінге қалдырып, соның проблеманың басына барып рет жасап келетінімізді рас көрсетіп. Мысалға, Қазалыда Тасарық дейтін каналға көпір салу мәселесінде, мысалға, басына барған кезде депутаттар шынымен келісті. Бірінші ақшасы бөлінді. 101 миллион үсті. Өйткені ар жағында ауыл көпір ескірген, асты сынған, ағашына жасалған екен. Мысалға, кейбір ауылдар өздерін тартысы келеді, ананы көргеннен кейін олар шынымен мойындады. Міне депутаттардың жаңағы бюджетке келгенде өздерінің рөлінің, жаңағы біліктілігінің және өзінің жаңағы жұмысын үйлестіре алатындығын негізі таразға түсетін жерлердің бірі осы жерде. Оны біз кейбір сессияның үстінде біз өзі талқылап болғаннан кейін дәлелденіп болғаннан кейін депутаттың бәрі келіседі. Ол жерде сессияның үстін таласудың қажеттілігі жоқ, өйткені дәлелденген, барлық құжаттары дайын, заңға сәйкес болатын болған мәселе шешімін табады. Енді биылда осы 207 миллионның көлемінде біз бюджетті не қылдық, бірақ енді жыл көлемінде үлкен үмітіміз бар. 250 миллиардқа дейін жетсе деген, жетеді деген, сол кезде ондай қолымыз жетіп жатса, конечно, біз көп мәселені облыс әкімінің қолдауымен жүзеге асады деп ойлаймыз. Әр жылдың қорытындысы бойынша, мысалға 2016 жылы маусым айында кезекті сессияда 15 жылғы бюджеттің орындалуын арнайы комиссия талқылап, онда бекітеді есепті. Онда арнайы есеп береді мемлекеттік мекемелер және ревизиялық комиссия бар бізде облыста. Олар енді тәуелсіз, олар қосымша баяндама жасайды. Жалпы жыл көлемінде жұмсалған мемлекеттік бағдарлама жұмсалған және бюджет жұмсалған қаржылардың тиімді жұмсалуы және оның заңдылығын сақталуын сөз ортаға салады. Сол жерде бекітеміз. Егер де барлығы заңды болса, облыс мәслихат бекітсе, онда облыстық бюджет дұрыс тиімді орындалды деп есептеледі. Егер де тиімсіз болатын болса, онда біз оны бекітпеуіміз ықтимал, не болмаса қосымша зерделеуге немесе басқа да органдарды тартуымыз мүмкін. Ал енді биыл 16 жылғы бюджетті осы біз әр 90 сайын бір кезек сессия қоямыз, кезектен тыс бөлек. Кезекті сессия өзі әр 90-на болатын болғанда, біз осы июнь айында, маусым айында осы 16 жылғы бюджеттің орындалуын тыңдаймыз. Қазір жұмыс топтар жұмыс жасап жатыр. Әр сайлау бойынша бюджеттік комиссия Райхан Құсайынова бастаған олар мекеме басшыларының есептерін алып жатыр. Және ревизиялық комиссияның есептері. Оның үстіне облыста есеп палатасы жұмыс жасады. Мысалға, республикалық бюджеттің орындалуы. Сол есептерін бәрін қорытындылап, біз ертең маусым айында арнайы қарайтын боламыз. Негізінен енді мәслихат қызметінің негізгі нысаны ғой енді осы сессиялар. Сессия ғой. Сессия. Былтыр осы облыстық мәслихаттың қанша сессиясы өтті? Былтыр 10 сессия өтті. 10 сессия өтті. Енді жалпы оның біз 5-еуін кезектен өтті сессия. Қазір енді осы мәслихат депутаттарының жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, белсенділігін, жалпы депутаттардың белсенділігі оған дейінгі депутаттардың жаңағы тұрақты комиссия отырыстарында талқыланады. Дегенмен де кей кезде осы бір талқылауды көрмейміз да, көп жағдайда депутаттардың арасында. Бары да жоғы да белгісіз бір депутаттар да болады.
Мысалы енді осы ретте мынау халықтың мұңын мұңдайды, жоғын жоқтайды деп барған депутаттарға бір өздеріңіздің тарапыңыздан бір сыни көзқарас қаншалықты? Енді жалпы Қазақстан Республикасында заң нормаларына қарайтын болсақ, депутаттар өздерінің сайлауға ұсынған партиясын және фракциясының алдында жауапты. Ол мәслихат аппаратының алдында жауапты емес. Мәслихат аппараты ол депутаттардың жұмысын үйлестіруші жұмысшы органы. Алға жылжытушы сол болғаннан кейін үйлестірушіміз. Мен мысалға хатшымын, сайланбалы. Бізде 15 адам жұмыс істейді аппаратта. Мен сайланбалы депутат, сосын 6 штаттық бар, сосын қалғаны жаңағы штаттан тыс қызметкерлер. Бұның барлығы біз депутаттардың өзінің жұмысын тиімді заң жүзінде атқаруына үйлестіретін органбыз. Ал қазір мысалға бізде 29 депутаттың мысалға 26-сы Нұр Отан партиясының фракциясының мүшесі, біреу ауыл партиясынан, біреу Ақ-жол партиясынан. Енді мысалы Нұр Отан партиясын олар қалай бақылайды депутаттарын? Республикалық рейтинг бар. 11 пункт бойынша депутаттардың жұмысын рейтингісін шығарады. Республика бойынша. Біз биыл арнайы жұмыс тобы келіп осы депутаттардың жұмыстарын саралады. Рейтингті қорытындысын айтыңызшы. Жылтыншы қорытындысы шықты. Біздің облыстық мәслихат депутаттарының 26 Нұр Отан партиясының фракциясының жауапты алады. Қорытынды шыққанда біз алғаш 3-ке келдік. Біз депутаттардың белсенділігі жөнінде. Оның өзінің критерийлері бар, бәрі толтырылады, опрос жасалады. Соған байланысты біз іштей былайша қуанышымыз да бар. Екінші жағынан ол бізді жаңағы бір босаңсытуға болмайды. Мен өзім сараптама жасадым, біз бұндайға қалай жеттік? Бұндайға жеткізгеніміз біздің жергілікті атқарушы билікпен арадағы түсіністік облыс әкімі тарапынан, оның командасы тарапынан. Жаңағындай бірлескен іс-шараның жасалуы біздің сол рейтингте қарағанда көп мәселелердің орындалуына келген кезде жаңағы ортақ мүддеден шығып тұр. Ал көп мен енді әріптестеріміз оларға сын айту ыңғайсыз шығар, бірақ көп әріптестермен қарағанда кейбір жерлерде атқарушы билік пен мәслихат арасында түсінбестер көп болады дейді. Сол ол жұмыстарына кедергі жасауы мүмкін. Бұл жерде мүдде біреу болу керек қой. Мүдде біреу орындалғаны әкімшілікке де жақсы, депутаттарға да жақсы. Өйткені халық біреу айналып келгенде. Негізінде менің білуімше осы мына соңғы сайлауда негізінен шағын және орта бизнес саласының қыр-сырын жетік білетін кісілерге қатары көп, қазір бізде. Ал мынау қазір байқап отырсаңыз, түрлі салада мынау әйелдер қауымы да біраз белестерді бағындырып келе жатыр ғой. Қазір біз депутаттардың ішінде үлес салмағы қанша болып тұр? Жалпы облыстық мәслихатта 29 депутаттың екеуі. Біреуі өзі бюджеттік комиссияның төрайымы, екінші әлеуметтік мәселе жөнінде комиссияның мүшесі, ол Райкүл Мансуровна Байназарова, екінші Райхан Құсайын Ысқақова. Жалпы облыс көлемінде енді депутаттардың жаңағындай айтып отырсыз ғой, шағын орта бизнес өкілдері көп дегеннен байланысты. Енді планша алсақ 45%-дай тікелей осы шағын орта бизнес өкілдері болады. Енді ішінде 5 өкілден басқасын барлығын айтқанда, тікелей болса да, жанама болса да, мемлекеттік жаңа квази компаниялардың өкілдері болып сөйтіп саналғанда, тікелей бизнес айналысатын енді 14 адам. Енді бұлардың айтқанда бір жағынан жауапкершілігі үлкен. Ол тек қана қаржыны дұрыс қой, ол бизнес, жеке бизнесі, бірақ соның әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға келгенде олардың депутат болғаны үлкен қозғау болып тұр. Енді әрине ел экономикасын дамудың алдағы басымдығы да осы шағын және орта. Осы білесіздер, кешегі елбасының жолдауында үлкен мәселе қойылғаны бұл мынау шағын орта бизнес дамыту. Осыған байланысты облыс әкімі арнайы барлық аудандардан көшпелі актив немесе былайша айтқанда семинар өткізді деп айтуға болады. Оған барлық депутаттарды атсалысты, Нұр Отан партиясының активді атсалысты. Облыс әкімі өзі төрағалық жасап, барлық ауданда бүгін Қызылорда қаласында өтті. Мақсат мынау шағын орта бизнестің кедергілерін азайтып, әр азаматқа өзінің кәсібін ашуға мүмкіндік беру.
түсіндіру. Өйткені қазір бизнеске, шағын орта бизнеске арнайы кредит бөлініп жатыр. Жолдауда айтылды. 16 миллионға дейін, бірақ енді оның бәрін бірдей беру міндетіміз, өйткені жұмыстың мүмкіндігіне қарайды. Өйткені қазіргі дағдарыс жағдайында мынандай экономикалық дағдарыс және мынау кен орындары өнімдерін, мұнай өнімдерінің бағасының төмендеуі біз кәсіпке үйретпесек болмайды. Өйткені біз айтқанда қазаққа Алла енді Құдай жаратқан неміз мына кең жерді де берді, ас толы, үсті толы кен де берді ғой. Оның пайдасы бір бөлек. Екіншіден, әрқайсымыз бәсекелестікке жауапты болуымыз керек. Кешегі жолдаудың өзі Қазақстан үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекелестік деген сол. Әрбір азамат бәсекелестік өтеп бере алмай болмайды. Өйткені одан қашып кете алмаймыз. Ал біздің әлі де болса кешегі социализмнің арманынан шыға алмай жүрген азаматтарымыз көп қой әлі. Мемлекет енді ешкімді аштан қалдырып жатқан жоқ. Жәрдемақы бар, анау тікелей ақы бар, басқа да көптеген жәрдемақылардың есебінен ұстап келе жатыр. Ал бірақ сол бізді арам тамақтыққа үйретпеу керек. Әркім өзінің қолы, өз аузын жету керек қой. Ал сол мақсаттағы жұмыстар. Ал оған мына депутаттар, шағын орта бизнес өкілдері өзінің бизнесін соған ыңғайлап жатыр. Енді мен мысалға бизнесмендердің барлығы әлеуметтік жауапкершілігі жоғары деп айта алмаймын. Ал бірақ депутат болған бизнес өкілдерінің жауапкершілігі жоғары екенін білемін, өйткені ол бір жағынан өзінің депутаттық жауапкершілігінің көптеген мәселесін өзінің бизнес арқылы шешіп отқаны рас. Жұмыспен қамту мәселесі, басқа да көмек беру, мысалға енді көптеген мынау ауылдағы ұжымшарлардың төрағалары депутат. Былайша қарасаңыз, ауылдағы адамдардың сол тойы болсын, басқа бір Құдай берсін, соның бір күн көмегін көтеріп шығатын сол кісілер ұжымшарымыз. Қазіргі кезде мемлекет пен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін жақсы сезініп отыр дейсіз ғой, депутаттар өздері. Енді екіншіден тұрғындардың өздері де осыны сезіну керек. Бұл анау сауын сиеді, қашанғы сауасын, сауа берсін, бір күн ол да суалады. Көп болсақ, онда басқаша болар еді. Так, ауылдағы бір сауын сиырға бәріміз ортақ екен, бізде оны жабыса берген болмайды. Осы мақсаттағы атқарылып жатқан жұмыстар. Бүгінгі таңда Қазақстанның алдында тұрған үлкен мақсат осы елбасының тапсырмасы. Сондықтан жаңа аудандарда үлкен жұмыстар атқарылып жатқаны. Осыған түсіністікпен қарасын дейміз ғой. Наурызбай Сейтқалиұлы, жалпы мынау қазір жақсы бір үрдіске айналды ғой. Негізінен сессияда көтерілген мәселелерді бір шешім қабылданбай тұрып, жалпы оны көзбен көру, сол мәселемен жете танысу, жаңағы арызданушы кісілермен кездесу. Міне осы орайда рейд өткізуді қазір қолға алдыңыздар. Ол жиі өткізіліп келе жатыр. Рейдтің нәтижелері қаншалықты өзінің тиімділігін көрсетіп отыр? Рейд екі мақсат көздейді. Бірінші, бұрын ақша жұмсалған жердегі қаржының тиімді игерілуін көзбен көру. Екінші, қаржы сұралған жерлердегі шынымен қаншалықты қажеттілік бар, соны көзбен көру. Ол қағаз жүзіндегі сұраныс бір мәселе, көзбен көру екінші мәселе. Сондықтан бұл әр депутаттық сессияның мәселе қаралатын кезде жұмыс топтары соның басына барып көреді. Мысалға, осы биылғы жылдың 1-тоқсанында біз агроөнеркәсіптің даму, қазіргі жағдай және даму деген мәселе қарадық. Жан-жақты қарады, өйткені ауыл шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қабылданып биыл. Осы жүзеге аса бастады, осы жолдауда да айтылды ол. Соған байланысты біз оны 2 айдың көлемінде арнайы жұмыс топ бүкіл ауданда болды. Бүкіл ұжымшарлар мүмкіндігінше кездесті, проблемалық жердің басына барды, қазылу керек каналды көзбен көрді. Сөйтіп келіп бәрін жүйелеп келді. Оған тек қана депутаттар емес, жауапты бірнеше үлкен басқармалардың барлығы астында, жер қатынастар басқармасы, экономика, ветеринария, ауыл шаруашылық басқармасы, жаңағы төтенше жағдайлардың өкілдерінің бәрі қатысады. Сөйтіп бар ортақ мүддеге келіп осы мәселені қарадық. Сонда мәселенің қаншалықты актуалдығын біледі, салыстырады. Жаңа айттым, көпірдің қаншалықты қажет соны барғанда олар көзбен көргесін, олар мойындап отыр. Сондықтан бұл көзбен көру деген шыны өте қажетті дүние. Мысалға мен енді мына облыс әкімінің несін айтып өтейін, ол кісі білесіз, барлық ауылда болды ғой. Сондықтан жаңағы мен орыста сөз бар, делай как я деген сияқты. Біз шынында сол үлгімен келатырмыз, көзбен көруіміз керек. Өйткені әркімде өзінің ауылына қарай қаржы бұрылған жақсы көреді, бірақ қаншалықты бүгінгі таңда оның тиімді тиімсіз болатындығын көзбен көргенде ғана сеземіз. Рейд, біз 4 рет үлкен рейдке шықтық.
үлкен мәселеге байланысты. Нәтижесі өте жақсы. Ол жөнінде бұқаралық ақпарат құралдары өздеріңіз үлкен рахмет, оны жақсы көрсеттіңіздер. Сонымен бірге қажетті қаржыларға байланысты да кеше бюджет бекітудің алдында бұл мәселелер дағы рейд болып, негізгі деген мәселелерге барып көрдік. Енді барлық мәселеге бару мүмкіндігі жоқ, ең ірі деген мәселелер. Енді қазір соңғы рейтіміз былай болып тұр. Мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту мәселесіне байланысты қазір. Әлеуметтік көптеген мысалы мәселелерді немесе нысандарды салу қазір мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында жүзеге асу керек болып жатыр. Мемлекеттің талабы солай. Соған байланысты бірнеше рейд жасады. Кеше спортты дамыту мәселесіне барғанда олардың ірі бірнеше үлкен жобалар бар екен. Егер де мысалға біздің депутаттардың тарапынан немесе олардың әріптес кәсіпкерлер, бизнесмендер тарапынан жаңа жобалар салатын болса, мемлекет оны салып болғаннан кейін өздерінің тікелей арендаға алып, ақшасын белгілі уақытта қайтарып береді. Осы жағдайда бұл да үлкен нәтиже береді. Өйткені депутаттар барғаннан кейін көрді, жобалардың тиімділігі екенін іштей сезді, ойланып кеткендері бар, әлі ақылдасамыз, сараптаймыз деген мәселелер қозғалды. Қозғау болу енді сол уақытта керек. Енді осы ретте орай келгенде сұрай отырайын. Мынау күні кеше Қармақшы, Қазалы аудандарын дүрбелеңге салған Сырдария суына қатысты мәселе. Енді төтенше жағдай орын алды. Жалпы бұндай жағдайлар қаншалықты мынау бюджетті қалыптастыру мәселесінде сіздер тарапыңыздан қаншалықты қолдау тауып отырады? Біз қай кезде де енді суалу қаупі бар аймақтарымыз бар ғой. Жылда біздің облыс бойынша өзі белгілі бір аумақтарда бір қауіп күтіледі. Дегенмен бұған неге біз жалпы бюджет дұрыс қаражат бөлінбейді ма? Бұл енді былай қарау керек. Бұл кеше енді ақпарат құралдарында айтты ғой, суалды, мал шығыны болды деп жатыр. Енді былай ғой. Бұның бәрінің қаржысы қаралған. Бұған үлкен жұмыстар жүргізілген. Бұның арнайы жұмыс тобы облыс әкімінің тікелей басшылығымен бұның арнайы штаб бар, жұмыс істейді. Ал енді кеше Қазалыда болған суал мәселесіне келетін болсақ, ол жердегі азаматтардың барлығы, тұрғындардың барлығы хабарландырылған және ол жөнінде уәдемелер берілген бәріне. Бірақ кейбір жаңағы тұрғындар, мал жайылымдағы тұрғындар жылда бұл жерде су алмайды, жылда алады деп осындай болады, алмайды деп оймен олар жайбарақаттыққа балғанда жаңағы қоныс аудару мәселесін шешпеген. Біріншіден, және олар малдары, енді қазір малды қысты күні сайға жасайды, қораның көбісі сайда болған. Енді 300-дің үстінде мал шығыны болды деп отыр ғой. Мал қорадан малдың шығып кету мүмкіндігі болмай қалған. Бұл енді бір жағынан жаңа мал иелерінің өздерінің былайша айтқанда былай жауапкершілікпен қарамағандығынан деп түсінуіміз керек. Өйткені 2 күннің бірінде тікұшақпен осы штабтың мүшелері аралап бәрін суды өзінің деңгейімен апарып, неге аралға дейін жаңағы не жасады, бірге қатар жүріп отыр. Енді малдың өлімінен байланысты желілерге, сосын ақпарат құралдарында мынандай материал шықты, мал қырылып жатыр деген. Жалпы ақпарат беру мәдениетіне келгенде, мен осы облыстық телевидениеге рахмет айтқым келеді. Ақпаратты өте мәдениетті түсінікті бересіздер. Бұл өте қажет нәрсе. Ақпаратпен әзілдесуге болмайды. Ал мысалы кеше мал қырылып жатыр деп жазды. Қазақта тыйым салынған сөздер бар, іштей. Жаңағы жамандық шақырмасын дейді. Мысалы қырылу. Қазақта айтады, жау қырылып қалды дейді. Ол өзінің рухын көтеру үшін. Ал өздеріне қажетті жағдайда бұндайларды шығын болды дейді. Мал бас шығыны болды дейді. Ал қырылып қалу деген сөз, түбімен қырылып қалу деген сөз олай емес қой. Мал басынан шығын болды, сондықтан жаңағындай сөздерді бір абайлап берген дұрыс. Қазақта ондай сөздерді бекерден бекер тыйым салмайды, өйткені жамандық шақырмасын дейді ғой. Енді шығын болған рас, ешкім оны жоққа шығара алмайды, бірақ соны ақпарат тарату кезінде де өте абайлау керек. Енді мен ойлаймын, бұл бір жағынан басқа да тұрғындарға алдағы уақытта ойланатын мәселе болу керек. Мемлекеттік мекеме өкілдері, төтенше жағдайдың өкілдері келіп түсіндіргеннен кейін, олар түсінікті дұрыс қабылдау керек қой. Біз көбіне өзіміз білемізге бас береміз де, артынан жаңа бармақты істеп қаламыз, сосын кімнен көреміз білмей, жаңағындай бір артық ауыз әңгімеге баратынымыз да рас. Мен ойлаймын, осыдан биыл сабақ алу керек. Төтенше жағдайдың штабтың мүшелері келіп түсіндірген, әкімшіліктен келіп айтқаннан кейін оны орындау керек. Өйткені олар бекерден бекер айтпайды. Мен
енді Құдайым солай болсын, су алмай ақ қойсын, бірақ оны олар қауіптің бар екендігін ескертті деген сөз уже айтқан орындау керек қой. Ол болмай қалса ештеңе жоғалмайды, қайтып орнына келесің ғой бір күннен кейін. Сондықтан мен жаңағы ақпарат беру жөнінде өздеріне рахмет айтады, басқаларға да осындай сөзге абай болса екен деген ұсынысым бар. Сізге де әңгімеңізге көптен көп рахмет, уақыт бөлгеніңіз үшін. Жалпы депутаттық корпус осы жұмысы дәйекті жұмыстарға бағытталатынына біз сенеміз, және сенімдіміз. Қызметтеріңізге тек табыс тілейміз. Рахмет. Қадірменді көрермен, біз өздеріңізбен келесі сейсенбіде дәл осы уақытта тікелей эфирде жүздесетін боламыз. Амандықта болайық.